Халыққа қызмет көрсету орталығы еліміздегі саяси интеграцияның нышаны. Мемлекеттің даму сатысы жоғарылаған сайын халықтың сұранысы да арта түспек. Демек, халықтың құжат мәселесін реттеуде орталықтардың дамып отыруы заңды құбылыс. Бүгінде халықпен тікелей жұмыс жасап, құжаттарды дер кезінде дайын етіп, сапалы қызмет көрсетіп отырған орталықтардың бірі Шымкент қаласының Еңбекші ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығы. Аталмыш орталықтың жаңалықтары мен жетістіктері жайлы бөлім басшысы Өмірзақ Оразбекович Буранов өзі әңгімеледі. Еңбекші ауданында 300 мың халқы бар саны. Айтар кетері халыққа қызмет көрсету орталығының осы Еңбекші ауданында 50 қызметкер жасайды. Ең халықтың көп сұрататын мемлекет қызметкері ол енді көбісі перерегистрация, тіркеу. Көбісі қазір білесіз ғой, қазір Шымкент қаласы статус қаласын алғаннан кейін, қазір Южно-Казахстанская облыстан бөлінгеннен кейін көбісі қазір жаңа госаққа жаңа кадастр берілген. Сол үшін қазір өзінің документті рәсімдеу үшін госаққа ауыстырып жаңа кадастр алған, соның бәрін қайтып ауыстырып жатыр ғой өздерінің аттарына. Сол үшін қазір новый адрес, новый кадастр берілгеннен соның бәрі көбісі негізі келетін госаққа ауыстыруға ғой. Үйдің құжатын рәсімдеуге келеді көбісі бізге. Қазір өздеріңіз білесіздер, бронь, предварительный запись арқылы келетін болған халық қызмет көрсету орталығы үшін. Ол өте сапалы, халыққа да өте ыңғайлы. Өзі заранее бронировать етіп, бронь алып, өзі көрсеткен уақытыңызда келсеңіз, сол уақытта келіп, кіріп, құжатыңыз тапсырып, сол уақытта 10-15 минутта шығып кете бересіздер. Өзіне қызмет көрсету орталығы болатын бізге. Ол жерде отдельно біздің қызметкерлер тұратын, сабақ өткізіп тұратын, келген адамға қандай справка керек, қандай қызмет көрсетуінің бәрін көрсетіп, қалай ол справканы алу, қандай қызметті қалай көрсету, үйде отырып өте ыңғайлы қалай істеуін бәрін көрсететіміз. Қазір таңда мына карантин басталғалы бері көбісі осы үйреткен кісілердің бәрі үйде отырып алып, ондай осы құжаттар қызметкерін үйде істей беруге уже біз ықпал еткенбіз. Соның көбісіне қазір келіп жатқан халықтың да көбісі осыны айтып, біздің қызметкерлерге рахметін айтып кететін сол. Орталықтан қағаз жүзінде қызмет түрін алу үшін кезек уақытын алдын ала брондау керек. Бұл азаматтардың көптеп жиналуын болдырмау мен вирусты жұқтыру қаупін азайтуға бағытталған шаралар. Сонымен қатар мұнда жиі халыққа да ыңғайлы көрінеді. Бұл туралы тұрғындардың пікірін сұрап көрдік. Жылына 2 мәрте, 3 мәрте осы соңға келемін. Еңбекші ауданының соңына келемін. Балдарым бәрі оқыған, білімді, айтқанымызды екі етпейді. Не десекте істеп беріп жатыр, қолына келген нәрсенің бәрін істеп беріп жатыр маған. Жақсарту жағына қазір онлайн түрдегі бронь жасалып жатқан ол қосымша сол жақсы болған қазір негізі. Өйткені қазір әлеуметтік желі дамыған, әлеуметтік желімен бронь жасайсың да, қалаған уақытыңда, өзің жазған уақытыңда жұмыстарыңды бітіріп келіп, соған қосымша келе бересің. Келген уақытыңда бір көпті уақытың кетпейді. Еске сала кетейік, қазақстандықтарға бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтердің 80% электронды үкімет порталы арқылы қолжетімді. Сондай-ақ қажетті анықтамаларды егов мобайл мобильді қосымшасы және Телеграмдағы егов KZ Bot 2.0 бот арқылы алуға болады.